Байқоңыр біздің ғарыш әлеміміз. Алғашқы әрі алып кеше. Қазақ тілінен аударғанда құнарлы, қоңыр топырақты білдіретін жемісті мекен жүздеген протон, ондаған союздарды жұлдыздарға жеткізді. Жер шарына Мир мен МКС-терді сыйлады. Халықаралық ғарыш станциясының орбитасы негізгі зымырандар ұшырылатын Байқоңырдың көлемін есепке ала отырып таңдалды. Енді ғарыш тарихына егжей-тегжейлі тоқталайық. Нөмірі 5-ші сынақ полигоны жоспардан іске. 7000 шаршы шақырымды алып жатқан шөл дала, құпия атауы Чернь. Мәскеу-Ташкент темір жолы. Шағын ғана Төретам бекетінде ығы-жығы халық, әскерилер мен құрылысшылар келіп түсуде. Строили наши военные строители во главе. Біздің әскерилер Кеңестер одағының құрметті құрылысшысы Шубниковпен бірге бірлесіп күні-түні құрылыс басында жүрді. Ол тек әкімшілік пен тұрғын үйлер бар ғана қала салған жоқ. Ол әскери алаңқайлармен зымыран ұшыру алаңында салды. Монтаждық сынақ алаңында тұрғызды. Құлаққа ұрған танадай айдалада тыныш жатқан жер. Адам саны да аз. Сырдарияның тұщы суда алыс емес. Ең бастысы, жылдың 300 күні сәулелі экваторға бір табан жақын сыр аумағына таңдау бекер түскен жоқ. Тысячелетия мечтали люди пробить небесный свод, слетать на Луну. Адам баласы мыңдаған жылдар бойы жер қыртысын тесуді, айға ұшуды армандады. Жұлдыздарға апарар жол ауыр әрі ұзақ болды. Ал мына жол кеңес адамдары Қазақ даласынан ойып салған ғарыш айлағының жолы. Көп ұзамай Қазақ даласында ұзыннан ұзақ созылған жатын үйлер пайда болды. Қалашық пен алаңқай Бастау деген атауға ие болды. Ресми туған күні 1955 жылдың 2 маусымы. Бастау қалашығы большевиктік ауылы, артынан Ленинск қаласы, кейін Байқоңыр аталды. Бөтенжан мұнда аттап баспайтын. Туған туыстарға хаттар мынадай мекен жайлармен ағылды. Астана 400, Қызылорда 50, Аптап 90. То, что называлось потом космодром. Кейіннен Төретам ғарыш айлағы деп аталған елді мекен шындығында адам түсінбес сандар мен әріптерден тұратын әскери бөлімеді. 57-шінің ғарыш күзі, 4 қазан 22 сағат 28 минут. Кеңестер одағы бірінші жасанды жер серігін ғарышқа сәтті ұшырды. Ғарышты қарқынды меңгеру артынан Іле-шала Лайка есімді кәндек орбитаға аттанды. Ең сабалақ жүнді, жалғыз басты және әлемдегі жарымжан ит деп жазды ертеңіне Нью-Йорк Таймс газеті. Хайуан мерт болды. Бұл сапардың кем кеткен жерлерін есепке алып, Белка мен Стрелка есімді 4 аяқтыларда ғарышқа аттанады. Олардың жерге сәтті қонуын 60-шы жылы мерекелейді. Бір жыл өтеді, 12 сәуір. Ол қолын кеттікте бір сілтейді. Бәрі есепте. Внимание, минутная готовность. Юрий Гагарин, алғашқы ғарышкер. Жер шарын айналған бұл саяхатты дүбірлі дүние назарында ұстады. Орбитаны бір айналып өту уақыты 108 минут. Восток ғарыш кемесі жоспарлы ұшырылымын аяқтады. Сәтті жерге қонғаны сол екен, бәрі басталды да кетті. Титовтың жер бетінен тыс тәуліктері, Терешкова сапары, жер шарын 12 минутта саяхаттаған Леонов. Я был участник парада. 1967 жылы Кеңес үкіметінің 50 жылдық мерейтойлық шеруіне қатысам. Гагаринмен тілдесіп, жүзін жақыннан көруге ұзын сонар кезек пайда болады. Оның қолтаңбасын алу үшін мен 15 минуттай кезекте тұрдым. 1967 жыл. Ғарыш шеруі пионерлер үйінің іргетасын қалау. Ұрандатқан плакаттар. Аурухана салынды. Ленин мен Королевқа ескерткіш орнатылды. Ғарышкерлер мұражайының да есігі айқара ашылды. Құпия нысан, зымыран ұшырылған күндер тәулік бойы жұмыс істейді. Мына аллеяның маңызы ерекше. Сол бір естелікке айналған күндерден бері әр ғарышкер өз ағашын отырғызады. Я любил фантастику еще с детства. И когда рано на рассвете бала кезден қиял ғажайып әдебиетке қызықтым. Таң ата бере монтаждық сынақ кешенінің алып қақпалары айқара ашылып, ол жақтан бар қозғалғыш күші жылтырап, зымыран келе жатқанда қиял ғажайыптың қалай өмірдің нақ өзіне айналғанын сезесің.
9 мәре кешені, 15 ұшыру қондырғысы, 3 жанар жағармай құю станциясы, 11 монтаждық сынақ кешені, оттек азот зауыты. Мұнда адамзат баласының жұлдызды барлық ой арманы іске асады, әрі өміршең екеніне көз жеткізеді. Бірінші жер серігі, бірінші ғарышкер, жер шарын бағындырған алғашқы ғарыш саяхатшысы. Ең сенімді әрі беделді айлақ атауына дәл осы Байқоңыр лайық. Қазақстандық жұлдыздар айлағынан әлемдік ғарыш сапарларының жартысы, яғни 3000-нан астам зымыран көкжиекке жол тартты.